Ассаламу алейкум достар, сендермен Ерқанат. Бүгін мен сендерге компьютерлеріңіз немесе ноутбуктеріңіз қататын болса не істеу керектігін айтатын боламын. Ендеше кеттік. Ең бірінші достар, біз компьютердің свойствосына кіреміз. Ол үшін компьютерге кіреміз, мышканың оң жағын басамыз, свойствоны басамыз. Компьютердің свойствосына кіргеннен кейін дополнительный параметр системы деген тұрады. Осыған кіреміз. Осыған кіргесін параметрі деген тұрады. Осының ішінде достар, мен 3 эффектке галочка қойдым. Сіздер де осы 3 эффектке галочка қоясыздар. Қалған эффектілерден галочканы алып тастайсыздар. Сосын применитті басасыздар. Сосын дополнительныйға кіресіздер. Сосын оптимизировать работу дегенді программа дегенге қоясыздар. Сосын изменитті басасыздар. Локальный диск сыны размер по BIOS системаға қойып задатты басасыздар. Ал локальный дыны без файл подкашки басып задатты басасыздар. Және окей басасыздар. Применить және де окей. Мына жерде достар жоғары жағында VC элемент панель управления деген тұр. Осыған кіресіздер. Осының ішінде администрирование деген тұр. Соған кіреміз. Ішінде служба деген бар, службы, соған кіресіз. Службыйдың ең төменгі жағында центр обновления Windows деген болады, міне тұр. Осыған кіресіздер. Сосын тип запуск дегенде вручныйге қоясыздар. Применитті басасыздар, окей басасыздар. Әзірге компьютеріңізді перезагрузка жасамаңыздар. Компьютерге перезагрузка сұрайды, жасамай тұра тұрыңыздар. X басасыздар, конфигурация системеге кіресіз. Вариант запускта обычный запускке, загрузка. Мына жерде Windows 10 бір ғана не болса, система болса, таймауттан нөлге қоясыздар. Автозагрузкаға кіресіздер, открыть етесіздер. Ашылды. Бұл жерде компьютер қосылған кезде өзінен өзі автоматически қосылатын программалар бөлімі. Өзіңізге керек емес программаларды отключить етіп тастаңыздар. Яғни компьютер қосылған кезде бірге қабаттаспай қосылатын программаларды алып тастайсыздар. Мысалы, маған мына программа керек емес дейік. Оған мишканы басамыз, мишканың оң жақ батырмасын басамыз да отключить етеміз. Бірақ бұл маған керек. Өзіме керектен бір программалар тұр, керек еместерін отключить етіп тастадым. Сіздер де осыған қарап отключить етіп тастасаңыздар болады. Яғни отключить еткеннен кейін шай ғана шығып кете салсаңыздар болады. Применить басасыздар, окей басасыздар. Компьютерді перезагрузкаға жібересіздер. Компьютерлеріңіз бұрынғыдан да жылдам жұмыс жасайтын болады. Достар, сіздерде Microsoft Edge дейтін интернет болатын болса, сіздер Chrome немесе Яндекс дейтін интернеттеріңізді өшіріп тастаңыздар. Олар компьютерді баяулататын интернеттер, яғни оларды өшіру арқылы компьютеріңіз 2 есе жылдамдайтын болады. Міне достар, осындай видео шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Ерка. Қош сау болыңыздар.